Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçedегі осы шақтың болымсыз түрі негатив және сұрақ жасауы вопросительный questioning form қалай жасалатынын үйренетін боламыз. Яғни біз алдыңғы сабақта айтқан едік, бізде негатив жасау жалғау бар, аффикс бар. Негатив жасау үшін бізде қазір ручканы алайын. Ма ме еді, я? Ма ме деген жалғаулар негативтің жалғаулары еді. Бірақ біз айттық, йор деген осы шақтың жалғауын жасау үшін бізде мына жерде мысалға и, у, деген дауысты дыбыстарға ғана жалғанады йор деп айтқан едік. Яғни біз осы ма, ме деген негатив форманы жасау үшін осыларға өзгертуіміз керек екен. Яғни м, ми, мо, мө деп өзгеру керек. Мысалға ма, а мен деген соңғы сөздің буыны а мен дауыстыларына бітсе, онда ма деген сөзге м деп жалғайды екен біз алдыңғы сабақтардан да білеміз. Барлық жалғау бір ережемен жасалынады. Язмак болатын болса, язмамак еді ғой. Енді біз язмамакты осы жаққа айналдыру үшін язмыйор. Бұл калем язмыйор. Жазбай жатыр мынау. Ручка. Язмыйор. Уға бітетін болса, конушмак дегенде мысалға уға бітіп тұр. Конушмамак деп жалғаушы еді қоя, негатив форма. Конушмак, конушмамак негатив форма. Енді конушмамаға йорды жалғау үшін біз қайтып өзгертеміз, уға өзгертеміз. Конушмуйор. Сөйлемей жатыр, айтпай жатыр. Конушмуйо. Егер е мен иге бітетін болса, онда біз оны ми дегенге өзгертеміз. Ми. Ма, ме дегенді төрт формаға салып. Ми. Билмиyor. Оға өге бітетін болса, онда біз оны мө дегенге өзгертеміз. Онда ол болады көрмейо. Көрмей жатыр. Енді қараңыз, мына жаттығуды жасап көрейік, жіктеп көрейік. Бән, сән, о. Күнделікті біз білеміз ол қалай жасалынатынын. Соның негатив формасымен бірге осы шақты негатив формада жіктеп көрейік. Бір етістік алайық. Мына жерде оқымыйорым деп тұр. Мен оқымаймын. Мысалға, көбінесе япма деп айтып жатады ғой, киноларда көп жерде естисіз. Япма, жасама дейді. Енді осы япмакты істеп көрейікші бірге. Мысалға, мен жасап жатқан жоқпын оны. Мен істеп жатқан жоқпын. Япмак, япмыйор. Япмыйор. Бән болғаннан кейін деген жалғау бар. Бән япмыйорым. Бән япмыйорым. Мынау негатив форманыкі. Йор осы шақтыңкі. Деген ол бәннің жалғауы. Бән япмыйорым. Мен жасап жатқан жоқпын. Сән япмыйорсың. Бұлай болады. О япмыйор. Жаза салайын. Япмыйор. Біз япмыйорuz. Біз істеп жатқан жоқпыз оны. Біз япмыйорuz. Сіз япмыйорсыңыз. Сіздер жасап жатқан жоқсыздар, я? Сіз япмыйорсыңыз. Onlar yapmıyorlar. Олар жасап жатқан жоқ. Onlar yapmıyorlar. Sen yapıyorsun. Олар емес, сен жасап жатырсың ғой деген сияқты. Yapmıyorlar. Осылайша, мысалға, дөнмек деген сөз айтайық, кері қайту. Ben dönmüyorum. Қайтып келмеймін. Dönmüyorum. Sen dönmüyorsun. O dönmüyor. Biz dönmüyoruz. Biz keri қайтпаймыз. Siz dönmüyorsunuz. Siz keri қайтпай жатырсыз. Onlar dönmüyorlar. Олар кері қайтпайды. Деген сияқты. Мына жерде сөйлем беріпті. Кеди балық istemiyor. Istemiyor, яғни қазір, дәл қазіргі уақытта. Кеди деген мысық, балық қаламай тұр.
balık жегісі келіп тұрған жоқ. İstemiyor. Kedi balık istemiyor. Babaannem televizyon seyretmiyorlar. Енді сұрақтың формасын қалай жасаймыз? Мына сұрақтың. Сұрақтың формасы бізде сұрақты білеміз, тек қана му деген аффикс арқылы ғана жасалады екен, му деген жалғау арқылы ғана жасалады. Яғни бән, сән, о дегеніміздің жалғаулары бар. У, сун деген, соны қоя сала дегеніміз. Ю, сунуз дегенде. Главный му болу керек. Бән okuyor muyum? Бөлек жазылады. Бән okuyor muyum? Мен оқып жатырмын ба? Sen okuyor musun? Sen оқып жатырсың ба? O okuyor mu? Ол оқиды ма? Biz okuyor muyuz? Biz оқып жатырмыз ба? Siz okuyor musunuz? Sizler, yani sендер оқисыңдар ма? Onlar okuyorlar mı? Олар оқиды ма? Яғни мына жерге истемек дегенді қойып көрейік, истемек. Истемек деген сөз, қалау деген сөз, want, to want, истемек. Мысалға, мен қалап тұрмын ба деп сұрақ қойып көрейік. Ben istiyor muyum? İstemekti istiyor деп аударатын едік. Istiyor. Ben istiyor muyum? Просто. Sen istiyor musun? O istiyor mu? Biz istiyor muyuz? Қалаймыз ба? Siz istiyor musunuz? Қалайсыз ба? Onlar istiyorlar mı? Қалайды ма? Енді осының негатив формасы қалай жасалады мында? Мысалға, ben okumuyorum. Okumuyorum. Мына муларға байланысты өзгертетін едік қой, яғни оқымақ деген наған бітіп тұр ғой, о мен оға. Яғни му болады. Ben okumuyor muyum? Sen okumuyor musun? Яғни мынау бізде сұрақ жасаушы жалғау болып кетті, сұрақ жасаушы аффикс болып кетті. Мына жерде му дегеніміз бұл негатив, яғни мен оқымаймын ба? Ben okumuyor muyum? Ben okumuyor muyum? Sen okumuyor musun? Okumayсың ба? O okumuyor mu? Okumaydı ма? Biz okumuyor muyuz? Biz okumayмыз ба? Siz okumuyor musunuz? Sендер оқымайсыңдар ма? Сіздер оқымайсыздар ма? Onlar okumuyorlar mı? Олар оқымайды ма? Мысалға, истемекті істеп көріңіз енді. Истемек қалай болатын еді? İstemek қалай болатын еді? İstemek, istiyor, istemiyor. İstemiyor. Ми жалғанатын еді, жіңішкеге. Нерге жазып қояқ. İstemiyorum. İstiyorum, istemiyorum. Қалаймын, қаламаймын, istemiyorum. Ben istemiyor muyum? Мен қаламаймын ба? Ben istemiyor muyum? Sen düşünüyorsun ki ben istemiyor muyum senin güzel yerlerde yaşamanı? Мысалы, жақсы күшті жерлерде өмір сүргеніңді қаламаймын ба не? Yani ben istemiyor muyum? İstemiyor muyum? Sen istemiyor musun? Benim yurt dışına gitmemi. Ya, например, мен шетелге кеткенімді қаламайсың ба? Sen istemiyor musun? İstemiyor musun? O istemiyor mu? O istemiyor mu benimle buluşmayı? Менімен кездескісі келмейді ма ол? Деген сияқты. O istemiyor mu? Biz istemiyor muyuz? Siz istemiyor musunuz? Onlar istemiyorlar mı? Onlar istemiyorlar mı bizimle tanışmayı? Bizбен танысқылары келмей ма? Ya, например. Сондай. Негізі жаттығу жасай берсеңіз өте оңай. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мына сөйлем не дейді? Bebek ağlıyor mu? Bebek ağlıyor mu? Ağlamak не еді? Жылау. Бөпе жылап жатыр ма? Әлде жылап жатыр ма? Dondurma istiyor musun? İstiyor musun? Sen деген сөз, musun? Sen
мороженое, балмұздақ қалайсың ба? Сен istiyor musun? Осы формада жасалады екен. Енді жаттығуларға қарап өтейік. Бізде жаттығулар не дейді? Біз бүгін истемек деген етістікті өттік қосымша. Истемек, қалау деген сөз, want. Енді осыны бізде мынау положительный формаға, отрицательный формаға, вопросительный сұрақ жасау формасына салып көру керек. Жаңағыдай осы шаққа. Истемек, istiyor. Яғни негатив формасы istemiyor. И ары қарай сұрақ жасау формасын жасауға болады. Yazmak, например, Yazmak болса қалай болады? Осы шақ жасау үшін yazıyor. Негатив формасы yazmıyor. Konuşmak болса konuşuyor. Негатив формасы konuşmuyor. Dönmekті білеміз, сөйлемек, susmak, соны бән, сән, о деген жоғарыдағы формаларға салып жаттығу жасап көріңіздер. Мына жерде тағы сіз білмейтін қандай етістігіңіз? Susmak деген ол аузын жабу, тыныш тұру, яғни молчать деген сөз. Gelmek, келу, gitmek, кету, bakmak, қарау, sevmek, жақсы көру. Мына жердегі етістік сөздерді аударып өтейік. Bekliyor, beklemek, күту. Geliyor musun? Келесім ба? Yazmıyorum, жазбаймын. Konuşuyorum, сөйлесіп жатырмын. Dinliyor musun? Dinlenmek деген еді. Dinlenmek демалу еді. Демалып жатырсың ба? Beklemiyorlar mı? Күтпейді ма? Yardım ediyorlar. Yardım etmek ne еді? Жәрдемдесу, көмектесу. Yardım ediyorlar. Көмектесіп жатыр. Осы жерде дәл қазір söylüyor, сөйлеп жатыр, айтып жатыр. İstemiyor musun? Қаламайсың ба? Sormuyorsun. Сұрамайсың. Giriyoruz. Кіріп жатырмыз. Anlamıyoruz. Түсінбей жатырмыз. Dinlemiyorsun. Бұл dinlenmekте н бар. Мына жерде н жоқ. Яғни бұл тыңдау деген сөз. Dinlemek. Dinlemiyorsun. Тыңдамайсың. Okumuyorlar mı? Оқымайды ма? Susuyor. Яғни аузын жауып отыр. Аузын жауып отыр, яғни сөйлеп жатқан жоқ. Gidiyoruz. Кетіп жатырмыз. Gelmiyorlar. Келмей жатыр. İstiyor musun? Қалайсың ба? Çalışmıyorsunuz. Жұмыс істемей жатырсыңдар. Çalışmıyorsunuz. Seviyorum. Жақсы көремін. 5-4 жаттығуда не дейді? 5-4 жаттығуда мына темізлемек, сөйлемек деген етістіктер беріпті. Осы етістіктерді қолдану арқылы жақшаны ашып, дұрыс формада, яғни мынау осы шаққа қоюымыз керек. Бақчиван, бақчейі, бақшашы, бақшаға қараушы, бақчиван, бақчейі, темізлемек деген тазалау. Temiz не болады? Temiz еміз түсіп қалады да иге қарап temizliyor. Öğrenciler şarkı деген ән. Öğrenciler şarkı söylemek, ән айту. Şarkı сөйле деген түсіп қалады да өге қарап үні таңдаймыз. Söylüyor. Так, жалғасы бар ма? Dedem масал деген ертегі. Dedem деген атасы. Атам ертегі anlatmak деген түсіндіру еді, Anlatıyor. Dedem masal anlatıyor.
ертек түсіндіріп жатыр. Kardeşim ve ben satranç oynuyoruz. Уже kardeş екі адам болып тұр. Көпше түрде biz деген. Oynuyoruz. Onlar denizde yüzmek деген yüzü. Onlar yüzüyorlar. Осы жаққа yüzüyorlar. Babam bahçede çiçekleri sulamak деген su беріп жатыр. Сулау, ya? Sulamak. Bak çiçekleri suluyor. Annem mutfakta bulaşık деген ыдыс-аяқтар, mutfak деген кухня, yıkıyor. Öğretmen sınıfta ders anlatıyor. Жоғарыда бар. Ali televizyon izlemek деген бар, seyretmek деген бар televizyonға. Екеуі де көру деген сөз. Seyretmekті de қосып қоя салайын. İzlemek, seyretmek. Televizyon izliyor. Nazı. Kuşlar dalda şarkı putaktaya söylüyor. Önü öge қарап алдық. Ben sigara içmemek деп тұр уже. Мынау негатив екен. İçmek деген положительное, болымды түрі болса, içmemek деген сөз, ме деген бар. Бұл негатив. Яғни içmiyorum болады. Ал егер мынау içiyorum деген сөз ол. İçiyorum деген ішемін, ya, içiyorum. İçmiyorum болса, шекпеймін деген сөз. İçmiyorum. Жаздық. Babam kahvaltı yapıyor. Kahvaltı деген таңғы. Annem супермаркете gidiyor. Бізде бұл бүгін екі ерекше етістіктің бірі gitmek, etmek. Gidiyor. Ұянға тыға айналып кетті. Gidiyor. Осылайша, мынау бестегі жаттығуды алып алыңыз. Çalmak, çekmek, çalmak деген ұрлауды да білдіреді. Çalды, ұрлау. Және çalmak, ойнау, яғни бір инструментте ойнау. Шалу деген сияқты, шерту. Сондайды да білдіреді. Шерту, мысалы, инструментте. Çekmek деген тарту. Мысалға, задвижканы тарту. Çekkendine, өзіңе қарай тарт дейді ғой. Çekmek. Seyretmek деген қарау, izlemek екеуі бір. Dinlemek деген тыңдау. Yemek деген жеу. Ойнамақ деген ойнау. Ахмет телевизион seyrediyor mu? Яғни мына сөздерді айтады, мағынасына қарай тауып, мына сөйлемді орындаңдар дейді. Яғни мына сұраулы сөйлем болса сұраулы сөйлем, нүктемен бітетін болса нүктеге байланысты қойып шығуларыңыз керек. Бұл сөздерге үй жұмысы болсын. Бүгіндікке сабақты бітірейік. Бірақ мына жаттығуды талқылап аударып өтейік. Yani merhaba Sadık, merhaba Ali. Ne yapıyorsun burada? Burada. Осы жерде. Dondurma yiyorum. Yemek деген сөзді қалай жасаған қараңыздар. Sen de istiyor musun? Sen de қалайсың ба? Evet, iyi olur. Жақсы болады. Nasıl dondurma istiyorsun? Қандай? Немесе қалай болсын, қандай болсын. Nasıl деген мағынасы. Kremalı dondurma istiyorum. Kremli bolsun. Sadık nerede? Sadık ne yiyor? Ne jеп жатыр? Қай жерде? Ali hangi dondurmayı seviyor? Hangi дегеніміз бұл қандай деген сөз. Nasıl деген негізі қалай, қандай деген екі сұрақты да
бере береді сөйлемге қарай. Келесіде біз мынау тақырыпшадан бастаймыз, осы текстті аударамыз, оқимыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.